Сәлем достар, бүгін сүт қосылған құймақ дайындайтын боламыз, яғни блины. Ең оңай және тез дайындалатын рецептердің бірі. Менің каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын және де лайк басуды ұмытпаңыздар. Ыдысқа бір жұмыртқаны жарып, оның үстінен жылы сүт құямыз. Бір жарты шай қасық тұз қосамыз. Қалауыңыз бойынша қант қосасыздар. Бір үлкен қасық немесе блиніңіз тәттірек болсын десеңіз, 2 үлкен қасық шекер қосуыңызға болады. Енді осының бәрін жақсылап араластырамыз да, және оның үстіне сұйық майды құямыз да, тағы да араластырамыз. Достар, менің екінші каналыма тіркеліп кетуіңізді сұраймын. Осы рецептерді орыс тілінде көруіңізге болады. Екінші каналыма ссылкасын төменде описанияда тастап кетемін. Келесі сұйық ингредиенттерге ұнымызды біртіндеп қосып араластырып отырамыз. Басында шанышқымен араластырып отыруыңызға болады. Кейін миксермен тездетіп араластырып, массаны біркелкі етіп алуыңызға болады. Миксеріңіз болмаса, шанышқымен де араластыра беріңіз. Мінекей кішкене қоюлау массамыз дайын болды. Ендігі уақытта плитамызды қыздырып, блины пісіретін арнайы сковородкамызды аламыз да, екі жағынан тездетіп пісіріп аламыз. Мінекей 15 минутта блиныларым да дайын болды. Мен түсіргенше балдарым блиныларымды жеп қойыпты. Жақындарыңызды қуантып отырыңыздар, астарыңыз дәмді болсын, сау болыңыздар.